Сәлем достар, мен сіздерге бүгін тауық етінен дәмді сочный котлет жасауды үйрететін боламын. Әрине дайындап көріңіз, өте керемет. Ол үшін бізге керек болады нан. Енді батоннан қолдансаңыздар болады, мен үйде бар нандан қолдана бердім. Дәл осылай нанды бөліктерге бөліп аламыз. Енді майдалап дәл осы жерде көрсетілгендей турап алуымыз керек. Турап алған нандарымызды қызып тұрған 180 градуста духовкаға 20 минутқа қоямыз. Қарап тұрыңыз, күйіп кетпесін. Духовканың ориентирін өзіңіз аласыз. Әркімде әртүрлі қуаты. Дайын болған сухариларымызды саламыз. Енді нан бұқтырып аламыз. Барлығын жазып қалдырамын, видеоның астында тұрады. Енді бізге керек болады 500-600 грамм тауық етінен фарш. Ыдысқа салып аламыз фаршымызды, бүктірген нанымызды суын сығып алып, оны да саламыз. Енді біз картошкамызды теркамыздың майда әдісімен өткізіп, жақсылап өткізіп, суын сығып саламыз. Сумен салатын болсаңыздар, котлеттарымыз бір-біріне жабыспай, формаларын ұстамай қалуы мүмкін. Сондықтан да жақсылап сығып аламыз. Ал енді пиязымызды да теркамыздан өткізіп алып, оны да суын сығып саламыз. Енді тұз, мұрж, әртүрлі өзіңізге керек болған перецтерді салып алып, сарымсақты терканың майда әдісінен шығарып, жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай араластырып аламыз. Енді 100 грамм сары майды бөліктерге бөліп аламыз. Мен осы дайындаған массамнан 9 котлета шықты. Енді сіздер көбейтіп жасаймын десеңіздер, екіге көбейтіп жасасаңыздар болады. Дәл осылай ортасына сары майымызды салып, форма беріп аламыз. Қаласаңыз сыр қолдансаңыз да болады. Қолға жабысқақ болады. Дәл осылай ортасына салып тұрып, жақсылап форма беріп аласыз. Енді бізге жұмыртқа керек болады. Бір жұмыртқаны ыдысымызға салып аламыз. Бір ас қасықта ұн салып, жақсылап араластырып құймақ жасаймыз. Екі-үш ас қасықта су қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз, араларында құмақ қалмау керек. Енді дайын котлеталарымызды құймағымызға батырып алып, сухариларымызды жабыстырып шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай батырып аласыз. Енді сухариларды осындай жабыстырып аласыз. Тимей қалған жерлеріне қолыңызбен алып қоя саласыз.
Осылай әдемілеп форма беріп аламыз. Дайындап алдық. Енді қызып тұрған ыдысымызға котлеталарымызды саламыз. Алауымыз өте орташа болу керек. Осылай қызартырып, айландырып аламыз, күйіп кетпесін. Барлық жерін қызартырып алуымыз керек. Енді котлеталарымызды листімізді аламыз. Қалғандарын да дәл осылай қызартырып аламыз. Жарты пиала су құямыз листімізге. Котлеталарымызды көріп тұрғанымыздай теріп алдық. Енді жарты пиала су құямыз. Қызып тұрған духовкада 200 градуста 50 минут пісіреміз. Енді духовканың ориентін алыңыз. Дәл осындай сочный котлет болады, ал сізге сәттілік. Видео сізге ұнаған болса, менің каналыма подписка жасап, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Достарыңызға таратыңыз.